Асқазанның қатерлі ісігінің бастапқы кезеңдерінде, сонымен қатар асқазанның қатерлі ісігі ретінде белгілі, өте төмен маңызды белгілерді көрсетуі мүмкін. Бұл жиі диагноз қоюды қиындатады. Асқазанның қатерлі ісігі деп те аталады. Асқазанның шырышты қабатында дамиды. Бастапқы белгілерге тамақтың аз мөлшерін тұтынғаннан кейін жұмсақ ас қорыту, кебулер, ыңғайсыздық немесе толықтық сезімі болуы мүмкін. Науқастарда жеңіл жүрек айнуы, тәбеттің төмендеуі немесе түсініксіз салмақ жоғалуы мүмкін. Қатерлі ісік дамыған сайын симптомдар айқынырақ және алаңдатарлық болуы мүмкін. Оларға іштің тұрақты ауруы, жиі күйдіргі, жұтынудың қиындауы, құсу, кейде қан мен шаршау, қара немесе қанды нәжіс болуы мүмкін. Оның дамуына инфекция, диета, генетика және өмір салты сияқты факторлар ықпал етеді. Асқазан обырын ерте кезеңде анықтау тиімді емдеу және болжамды жақсарту үшін өте маңызды. Тұрақты тексерулер, әсіресе отбасылық анамнезінде, асқазан қатерлі ісігі, бұрын асқазанға жасалған операциялар немесе Helicobacter pylori бактерияларын жұқтыру сияқты қауіп факторлары бар адамдарға қатысты кез келген белгілерді дереу анықтауға көмектеседі. Кез келген тұрақты немесе нашарлаған ас қорыту мәселелерін байқаған кезде, дәрігерден кеңес алу асқазан обырын уақытылы бағалау және ықтимал диагностикалау үшін ұсынылады. Асқазанның қатерлі ісігі немесе асқазанның қатерлі ісігі бірнеше түрді қамтиды. Олардың әрқайсысы асқазанның шырышты қабатындағы әртүрлі жасушалардан пайда болады. Асқазан қатерлі ісігінің негізгі түрлеріне мыналар жатады. Бірінші түрі. Аденокарцинома, бұл барлық асқазан қатерлі ісігінің шамамен 90-95%-ын құрайтын ең көп таралған түрі. Ол асқазанның шырышты қабатындағы безді жасушалардан пайда болады. Аденокарциномаларды олардың асқазандағы орналасуына және олардан шыққан нақты жасушаларға байланысты жіктеуге болады. Екінші. Лимфома, бұл түрі иммундық жүйенің асқазан қабырғасының лимфа тінінде пайда болады. Асқазанға әсер ететін лимфомалар аденокарциномаға қарағанда сирек кездеседі. Үшінші түрі. Асқазан ішек стромальды ісіктері, асқазан қабырғасындағы мамандандырылған жасушалардан дамитын сирек ісіктер. Техникалық тұрғыдан олар асқазан қатерлі ісігінің бір түрі болмаса да, олар асқазанда пайда болуы мүмкін және емдеу тәсілдерінде ұқсастықтарға ие. Төртінші түрі. Карциноидты ісіктер, бұл сирек кездесетін және әдетте баяу өсетін ісіктер. Олар асқазанның гормоны шығаратын жасушалардан пайда болады. Олар көбінесе асқазанның нейроэндокриндік жасушаларында өседі. Асқазанның қатерлі ісігі, сонымен қатар асқазанның қатерлі ісігі ретінде белгілі, аурудың таралу дәрежесін көрсететін бірнеше кезеңдерден өтеді. Кезеңдер әдетте ісік өлшеміне, оның асқазан қабырғасына ену тереңдігіне, жақын маңдағы лимфа түйіндерінің тартылуына және қатерлі ісіктің алыстағы мүшелерге таралуына байланысты анықталады. Кезеңдер емдеу туралы шешімдер мен болжамды басқаруға көмектеседі. Асқазанның қатерлі ісігі, сонымен қатар асқазанның қатерлі ісігі ретінде белгілі, әртүрлі факторларға байланысты дамиды, көбінесе генетикалық, қоршаған орта және өмір салты әсерлерінің комбинациясын қамтиды. Оның себептерін ерте кезеңдерінде түсіну асқазан рагы алдын алу және анықтау үшін өте маңызды. Асқазан қатерлі ісігінің пайда болуына ықпал ететін бірнеше себептер. Бірінші себебі. Helicobacter pylori инфекциясы, бұл бактерия созылмалы гастриттің негізгі себебі болып табылады. Ол асқазан жарасына әкелуі мүмкін және кейбір жағдайларда асқазан қатерлі ісігінің қаупін арттырады. Бұл инфекция асқазанның шырышты қабатына әсер етіп, ісікке әкелетін генетикалық өзгерістерді тудыруы мүмкін қабынуды тудырады. Екінші себеп. Диеталық факторлар, қақталған, маринатталған немесе тұздалған тағамдар, сондай-ақ жемістер мен көкөністер, аз диеталар жоғары тәуекелмен байланысты. Нитратқа бай тағамдарды немесе ластанған суды тұтыну асқазан қатерлі ісігінің дамуы үшін ықтимал қауіп төндіреді. Үшінші себеп. Темекі мен алкогольді пайдалану, темекі шегу және алкогольді шамадан тыс тұтыну асқазанның қатерлі ісігінің даму ықтималдығымен байланысты. Бұл әдеттер асқазанның шырышты қабатын зақымдауы мүмкін, бұл оны канцерогендерге және қабынуға сезімтал етеді. Төртінші себеп. Жасы мен жынысы. Асқазанның қатерлі ісігі егде жастағы адамдарға жиі әсер етеді. Бұл тәуекел жасына қарай артады. Ерлерде әйелдерге қарағанда асқазан қатерлі ісігінің пайда болу ықтималдығы жоғары. Бесінші себеп.
Кәсіптік әсерлер, кейбір кәсіптер асбест, көмір өндіру және кейбір металл шаңдары сияқты канцерогендердің әсерін қамтиды. Бұл заттарға ұзақ әсер ету асқазан қатерлі ісігінің қаупін арттыруы мүмкін. Асқазан қатерлі ісігінің ерте кезеңдері диагноз қоюды қиындататын нәзік немесе спецификалық емес белгілермен көрінуі мүмкін. Дегенмен ауру дамыған сайын симптомдар мен белгілер айқынырақ болады және асқазанның қатерлі ісігінің алдын алуды дер кезінде алуға қатысты. Асқазан қатерлі ісігімен байланысты негізгі белгілер: ас қорыту және ыңғайсыздық, жеңіл ас қорыту бұзылысы, тіпті аз мөлшерде тамақ ішкеннен кейін де толықтық сезімі, кебулер немесе іштің жоғарғы бөлігіндегі ыңғайсыздық сақталуы мүмкін. Бұл белгілер жиі назардан тыс қалады немесе басқа ас қорыту мәселелеріне байланысты диагнозды кешіктіреді. Тұрақты іштің ауруы, қатерлі ісік өсіп, асқазанның шырышты қабығына немесе айналасындағы тіндерге әсер еткен сайын, ол тұрақты және барған сайын ауыр іштің ауырсынуын тудыруы мүмкін. Ауырсыну іштің жоғарғы бөлігінде локализациялануы мүмкін және тамақтанғаннан кейін айқынырақ болуы мүмкін. Жүрек айну және құсу, жеңіл және ауыр жүрек айнуы болуы мүмкін, кейде құсумен бірге жүреді. Жетілдірілген кезеңде құсу ісіктен қан кетуіне байланысты қанды қамтуы мүмкін, бұл түс өзгеруіне әкеледі. Жұтыну қиындығы, асқазанның қатерлі ісігі тамақтың асқазан арқылы өтуіне кедергі келтіруі мүмкін, бұл жұтыну кезінде қиындық немесе ауырсынуды тудырады. Дисфагия. Бұл симптом ісік өсіп, асқазанның жұмысына әсер еткенде пайда болады. Түсініксіз салмақ жоғалту, елеулі және түсініксіз салмақ жоғалту диета немесе өмір салтын өзгертусіз де болуы мүмкін. Қатерлі ісік дамып келе жатқанда дененің метаболизмі әсер етуі мүмкін, бұл күтпеген салмақ жоғалтуға келеді. Нәжісте немесе құсықта қан. Асқазан қатерлі ісігінің кейінгі ерте кезеңдерінде асқазан қатерлі ісігі асқазанда қан кетуді тудыруы мүмкін. Бұл нәжісте қанға, қара немесе шайыр болып көрінуі мүмкін, немесе құсықтағы қанға әкеледі. Бұл неғұрлым алаңдатарлық симптом және дереу медициналық көмекке жүгінуді талап етеді. Асқазан қатерлі ісігін емдеу әртүрлі факторларға байланысты, мысалы, ісік сатысы, оның орналасуы, жалпы денсаулық және жеке қалаулар. Әдетте, асқазан ісігін тиімді басқару үшін емдеу әдістерінің комбинациясы қолданылады. Хирургиялық араласу, асқазан қатерлі ісігін емдеудің кең таралған әдісі. Ол ісік пен оның айналасындағы сау тіннің бір бөлігін алып тастауды қамтиды. Операция көлемі ісік мөлшері мен сатысына байланысты өзгереді. Гастректомия, асқазанды ішінара немесе толық алып тастау, немесе лимфа түйіндерін алып тастау сияқты процедуралар орындалуы мүмкін. Химиотерапия, рак клеткаларын өлтіру, немесе ісіктерді кішірейту үшін препараттарды пайдаланады. Оны операциядан бұрын, неоадъювант, ісік мөлшерін азайтуға, оны жоюды жеңілдетуге, немесе операциядан кейін, адъювантты, кез келген қалған рак клеткаларын жоюға және қайталану қаупін азайтуға болады. Химиотерапияны алдыңғы сатыларда симптомдарды жеңілдету үшін де қолдануға болады. Сәулелік терапия, радиациялық терапия қатерлі ісік жасушаларын жою үшін жоғары энергиялы сәулелерді қолдануды қамтиды. Ол кейде операциядан бұрын ісіктерді азайту немесе операциядан кейінгі қалған рак клеткаларын жою үшін хирургия немесе химиотерапиямен қатар қолданылады. Ол сондай-ақ ауырсыну немесе қан кету сияқты белгілерді жеңілдетуге көмектеседі. Мақсатты терапия, бұл емдеу ісік жасушаларындағы ерекше ауытқуларға бағытталған. Трастузумаб және рамутирумаб сияқты дәрі-дәрмектер асқазанның қатерлі ісігі жасушалары белгілі бір ақуыздарды шығаратын жағдайларда қолданылуы мүмкін. Иммунотерапияға клеткаларын тану және оларға шабуыл жасау үшін дененің иммундық жүйесін арттыруға бағытталған. Әзірге зерттеліп жатқанына қарамастан, ол асқазан қатерлі ісігінің кейбір жағдайларда, әсіресе озық сатыларында немесе басқа емдеу тиімді болмаған кезде уәде береді.